Көптеген адамдар өмір бойы бір нәрсеге сеніп өседі. Егер мен адамдарға жақсылық жасасам, олар да маған дәл солай жауап береді деп. Бұл өте әдемі ой. Бірақ өмір әрдайым осы заңдылықпен жұмыс істей бермейді. Кейде сіз бар күшіңізді саласыз, басқаларға көмектесесіз, қолдайсыз, тыңдайсыз, кешіресіз, түсінуге тырысасыз. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсені байқай бастайсыз. Сіздің еңбегіңіз қалыпты нәрсе сияқты қабылданады. Ешкім рахмет айтпайды. Ешкім сіздің шаршағаныңызды байқамайды. Тіпті кейбір адамдар сіздің жасаған жақсылығыңызды міндетіңіз сияқты көреді. Сол кезде адамның ішінде ауыр сұрақ пайда болады. Неге мен сонша жақсылық жасаймын, бірақ оны ешкім бағаламайды? Бұл сұрақтың жауабы әрдайым адамдардың жаман болғанында емес. Кейде мәселе әлдеқайда тереңде жатады. Біз көбіне жақсылық пен өзімізді құрбан етудің арасындағы айырмашылықты байқамай қаламыз. Жақсылық саналы таңдау, ал өзімізді құрбан ету қорқыныштан туған әрекет болуы мүмкін. Екеуі сырттай бірдей көрінеді, бірақ ішкі себебі мүлде басқа. Мысалы, сіз біреуге көмектесесіз, өйткені шынымен көмектескіңіз келеді. Бұл жанашырлық. Ал егер сіз жоқ десем мені жаман адам деп ойлайды деп қорқып көмектессеңіз, онда бұл енді еркін таңдау емес. Бұл қабылдануға деген қажеттіліктің әсері. Көптеген адамдар мұны байқамайды. Олар өмір бойы өзгелердің көңілінен шығуға тырысады. Бірақ бір күні қатты шаршайды. Өйткені олар өзгелерге бәрін береді, ал өздеріне ештеңе қалдырмайды. Психологияда бір қызық құбылыс бар. Адамдар тез үйренеді. Егер сіз үнемі бәріне көмектесіп жүрсеңіз, уақыт өте келе бұл ерекшелік емес, қалыпты нәрсе болып көріне бастайды. Басында сіздің көмегіңіз үшін алғыс айтады, кейін оны күте бастайды. Ал бір күні көмектеспей қалсаңыз, ренжуі де мүмкін. Бұл адамның жаман екенін білдірмейді. Бұл адамның үйрену қасиеті. Егер бір нәрсе үнемі қайталанса, ми оны қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Сондықтан кейде мәселе адамдардың бағаламауында емес. Мәселе сіздің өз шекараңызды көрсетпеуіңізде. Кейбір адамдар өз құндылығын тек өзгелерге қажет болған кезде ғана сезінеді. Олар үшін көмектесу, мейірімділік қана емес. Бұл өздерін маңызды сезінудің жолы. Егер ешкім көмек сұрамаса, олар өздерін қажетсіз сезінуі мүмкін. Сондықтан олар бәріне көмектесуге тырысады. Барлық мәселені шешкісі келеді. Барлығын құтқарғысы келеді. Бірақ мұндай өмір өте ауыр. Өйткені адамның барлық бақыты өзгелердің ризашылығына тәуелді болып қалады. Ал адамдар әрқашан алғыс айта бермейді. Әрқашан бағалай бермейді. Әрқашан түсіне бермейді. Сол кезде адам көңілі қалады. Мен сонша жақсылық жасадым. Неге ешкім оны көрмейді? Бәлкім мәселе сіздің жақсылығыңыздың көрінбеуінде емес шығар. Бәлкім сіз өзіңізді тым ұзақ уақыт бойы соңғы орынға қойып жүрген шығарсыз. Шынайы жанашырлық ешқашан өзіңізді жоғалтуды талап етпейді. Егер әр көмектен кейін өзіңізді шаршаған, бос қалған, немесе ренжіген күйде сезінсеңіз, бұл сіздің ішкі ресурсыңыз азайып жатқанын білдіруі мүмкін. Қорқыныштан жасалған жақсылық уақыт өте келе ренішке айналады. Ал еркін таңдаудан туған жақсылық адамның жанын жеңілдетеді. Сіз барлық адамға ұнай алмайсыз. Сіз бәріне көмектесе алмайсыз. Бәрінің мәселесін шеше алмайсыз. Бұл сіздің міндетіңізде емес. Кейде адамдар сізді бағаламайды. Кейде бағаласа да оны айтпайды. Кейде олар сіздің еңбегіңізді мүлде байқамайды. Бірақ сіздің құндылығыңыз олардың пікіріне тәуелді емес. Егер сіз тек мақтау үшін жақсылық жасасаңыз, онда көңіліңіз жиі қалады. Ал егер жақсылықты өз құндылықтарыңызға сай жасауды үйренсеңіз, адамдардың реакциясы сізді бұрынғыдай басқармайды. Өйткені сіздің ішкі тыныштығыңыз сыртқы бағалауға емес, өз таңдауыңызға негізделеді. Жақсылық жасау жақсы қасиет, бірақ өзімізді жоғалту жақсылық емес. Өмірдегі ең қиын нәрселердің бірі өзгелердің сіз туралы пікірін емес, өзіңіз туралы пікіріңізді өзгерту. Өйткені адам өз құндылығын ішінен сезіне бастағанда, оны сырттан дәлелдеуге деген қажеттілік біртіндеп азаяды. Сол кезде жақсылық та өзгереді. Ол енді мақұлдап алу үшін емес, жүректен жасалады. Ал жүректен жасалған жақсылық ешқашан реніш жинамайды. Өйткені оның мақсаты алғыс күту емес, өз құндылықтарыңызға адал болу. Көптеген адамдар, мен өте жақсы адаммын, бірақ неге дәл менің жақсылығымды бағаламайды деп ойлайды. Бірақ бұл жерде бір маңызды заңдылық бар.
Адамдар сіздің жасаған әрбір ісіңізде емес, көбіне сіз қалыптастырған мінез құлық үлгісін есте сақтайды. Егер сіз әрдайым қолжетімді болсаңыз, өз жұмысыңызды тастап, өзгеге көмектессеңіз, барлық жауапкершілікті өз мойныңызға ала берсеңіз, уақыт өте келе, адамдар мұны ерекше жақсылық ретінде емес, қалыпты жағдай ретінде қабылдай бастайды. Бұл адам табиғатының бір ерекшелігі. Біз күн сайын шығып тұрған күннің қадірін сирек ойлаймыз. Бірақ бірнеше күн шықпай қойса, оның қаншалықты маңызды екенін бірден сеземіз. Адамдармен қарым-қатынаста кейде дәл осылай жұмыс істейді. Үнемі беріп жүрген нәрсе бірте-бірте үйреншікті болып кетеді. Сондықтан кейде мәселе жақсылықтың аздығында емес, керісінше, оның шексіз берілуінде. Неліктен кейбір адамдар өздерін ұмытып, үнемі басқалар үшін өмір сүреді? Психологтардың пікірінше, мұның себептерінің бірі адамның өзін бағалау сезімі сыртқы мақұлдауға тәуелді болуы. Егер бала кезінде адам жақсы бала болсаң ғана жақсы көремін, тәртіпті болсаң ғана мақтаймын, айтқанымды орындасаң ғана қабылдаймын деген шартты хабарламаларды жиі естісе, ол біртіндеп махаббатты еңбекпен табу керек деген сенімді қалыптастыруы мүмкін. Ересек өмірде бұл сенім өзгермесе, адам былай ойлайды: көп көмектессем ғана мені бағалайды, бәріне ұнасам ғана мен құндымын. Біреудің көңілін қалдырсам, мен жаман адаммын. Бірақ бұл сенім шындық емес. Бұл өткен тәжірибеден қалған көзқарас. Егер сіздің құндылығыңыз тек басқалардың ризашылығына байланысты болса, онда сіздің көңіл күйіңіз де олардың мінез құлқына тәуелді болады. Біреу мақтаса, өзіңізді жақсы сезінесіз. Біреу сынаса, өзіңізді жоғалтып аласыз. Біреу рахмет айтпаса, барлық жасаған жақсылығыңыздың мәні жоғалғандай көрінеді. Бұл өте ауыр өмір. Өйткені сіз өз бақытыңыздың кілтін басқа адамдардың қолына беріп қойған боласыз. Ал нағыз еркіндік қай кезде басталады? Сіз өз құндылығыңызды өзіңіз анықтай бастағанда, өзіңізге: мен көмектесе аламын, бірақ міндетті емеспін. Мен жанашыр бола аламын, бірақ өзімді ұмытуға тиіс емеспін. Мен жақсы адаммын, бірақ бәріне ұнауға міндетті емеспін деп айта алған кезде. Бұл сөздер қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ олар адамның бүкіл өмірін өзгерте алады. Өйткені дәл осы ойлар адамның ішкі шекарасын қалыптастырады. Шекара қою адамдарды жақсы көрмеу емес, шекара қою өзіңізді де жақсы көру. Егер сіз әрдайым өзіңізден бас тарта берсеңіз, уақыт өте келе ішіңізде реніш жиналады. Ал жиналған реніш бір күні ашуға айналады. Сол кезде адам: мен бәрі үшін өмір сүрдім, бірақ ешкім мені түсінбеді деп өкінеді. Шын мәнінде өзгелер сіздің үнсіз құрбандығыңызды әрдайым байқамауы мүмкін. Өйткені сіз оны ешқашан айтпадыңыз. Ешқашан шекара қоймадыңыз. Ешқашан маған да демалу керек демедіңіз. Адамдар көбіне сіз көрсеткен үлгіге бейімделеді. Егер сіз өзіңізді үнемі соңғы орынға қойсаңыз, басқалар да сізді сол орыннан көруі мүмкін. Бірақ бұл жағдай өзгермейді деген сөз емес. Өзгеріс бір ғана шешімнен басталады. Өзіңізді құрметтеу туралы шешімнен. Бүгіннен бастап бәріне жоқ деп шығу міндетті емес. Бірақ өзіңізді тыңдай бастаңыз. Шаршағаныңызды мойындаңыз. Көмек қажет болса, сұраңыз. Демалыс қажет болса, демалыңыз. Өйткені сіз тек өзгелердің мәселесін шешу үшін өмірге келген жоқсыз. Сіздің де армандарыңыз бар. Сіздің де сезімдеріңіз бар. Сіздің де тыныш өмір сүруге құқығыңыз бар. Нағыз жақсылық өзіңізді жоғалтпай жасалған жақсылық. Өйткені өзіңізде күш пен тыныштық болғанда ғана сіз оны шынайы түрде басқалармен бөлісе аласыз. Ал іші бос адамның берері де азаяды. Сондықтан кейде ең үлкен жақсылық бәріне жүгіріп көмектесу емес. Кейде ең үлкен жақсылық өзіңізге де дәл сондай жанашырлық таныту. Өзіңізді де дәл өзгелерді құрметтегендей құрметтеу. Өзіңізді де дәл өзгелерді кешіргендей кешіру. Өзіңізді де дәл өзгелерге бөлген уақыттай бағалау. Өйткені сіз өзіңізді бағаламайынша, өзгелердің бағалауы ешқашан ішкі бос кеңістікті толтыра алмайды. Ал адам өз құндылығын ішінен сезіне бастағанда, ол өзгелердің мақұлдауын іздеуді тоқтатады. Сол сәттен бастап, оның жасаған жақсылығы да өзгереді. Ол енді марапат үшін емес, мақтау үшін емес, қабылдану үшін емес, өзінің кім екенін көрсететін табиғи қасиет ретінде жасалады. Міне, дәл осындай жақсылық адамның өзінде шашатпайды, өзгелерге де шынайы пайдасын тигізеді.